Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз сіздерге Иордания Хашимит корольдігіндегі грек, Рим және ислам тарихынан сыр шертетін, әрі сол тарихи мекендерден көзбен көріп, көңілге теген мәліметтерді сіздермен бірге бөлісетін тарихтан тамшы атты бағдарламаны ұсынғалы отырмыз. Әрі осы бағдарлама арқылы сіздермен бірге тарихтан тамшыдай болса да тәлім алуды жөн көрдік. Бағдарламаның алғашқы бөлімі тақырыпта көрсетілгендей, Құран кәрімдегі толық бір сүренің атауына ие болған, және де күллі мұсылман әремі әр жұма күні оқитын Кахф, яғни үңгір сүресі жайында болмақ. Пайғамбарымыз, Алланың оған салауат сәлемдері болсын, осы сүрені жұма күні оқыған кісінің келесі жұмаға дейін жаратушы тарапынан берілетін нұрдың болатындығын, әрі осы сүренің алғашқы немесе соңғы 10 аятын жаттаған кісінің дүниедегі ең үлкен сынақ Мәсіх Даджалдың бүліктерінен аман болатындығын баяндаған. Сол үшін біз 309 жыл бойы ұйқыда болған бір топ жігіттердің үңгіріне сапар шегеміз. Бізбен бірге болыңыздар. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي. Дәл қазір біз Иордания Хашимит корольдігінің астанасы Амман қаласының оңтүстік шығыс бөлігіндегі 7 шақырым алыстықта орналасқан Рақим ауылындамыз. Рақим бұл Құрандағы толық Кахф сүресінде үңгір иелері деп аталатын оқиғаға арнау болған мекен. Бұл мекен мұсылмандар әлеміндегі өзіндік тарихи орны бар. Тіпті Құрандағы толық бір сүре осы жерде болған оқиғаға байланысты Кахф деп аталды. Бұл үңгір жайында ғалымдардан, әдебиетшілерден, тарихшылардан дәлелдер өте көп. Ал ең үлкен дәлел Құран аяттары болып есептеледі. Кахф сүресінде Алла тағала قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Яғни ақырында бұл пікірталаста өз ойын қорғап шыққандар олардың үстіне мешіт тұрғызамыз деген шешімге келді деген. Осы аяттағы аля әріпі жоғары деген мағынаны, яғни сол үңгірдің үстінде ғибадатхананың болу керек екендігін білдіреді. Ал ол ғибадатхана осыдан басқа үңгірлердің үстінен табылмағандығын аңғарамыз. Және күн шыққан кезде толық түспей сәулесі ғана түсетіндігі, және күн батқан кезде де дәл солай сәуленің түсіп тұратындығы. Сол сияқты қабірлердің саны, олардың 4-еуі үңгірдің оң жағында, ал 3-еуі сол жағында орналасқан. Және ортадағы олар ұйықтайтын бос мекеннің болуы. Енді тарихшы географ ғұламалардан олардың басында хижри 381 жылы дүние салған имам әл-Мақдиси Рақим Амманнан бір фарсах, яғни шамамен 3 шақырым алыста орналасқан. Және оның екі есігі бар. Біреуі үлкен, екіншісі кішкентай. Сол сияқты Әл-Бидая ва Нихая кітабының иесі имам Ибн Касир айтады, Ар-Рақим Зарқа мекеніне жақын Балқа түбегінде орналасқан дейді. Міне осы айтылғандар бұл мекен жайлы келген дәлелдердің кейбірі ғана. Пайғамбарлықтың меккелік кезеңде түскен бұл сүре пайғамбарымызға Алланың оған салауат сәлемдері болсын, әдеттегідей жасалып жатқан қарсылық іс-әрекеттерінің бірі себепті түсті. Нақтырақ айтатын болсақ, меккелік Құрайш мүшриктер өзара жиналып, ақылдасып, араларынан Надр ибн Харис және де Утба ибн Аби Муайтты мәдиналық кітап иелеріне жіберді. Жіберулеріндегі мақсат яһудилерден кітаптарында келген пайғамбарымыз Алланың оған салауат сәлемдері болсын білмейтін хабарлар жайында сұрау еді. Мәдинаға барып кітап иелерімен кездескеннен кейін кітап иелері ол екеуіне мына 3 нәрсе жайында сұраңдар деді. Олардың біріншісі, ілгерде өткен бір топ жігіт
және олардың бастарынан өткен таңғажайып оқиға жайында. Екіншісі, жердің батысы мен шығысын кезген кісінің хабары жайында. Үшіншісі, рух жайында еді. Содан ол екеуі Меккеге оралып, осы нәрселер жайында пайғамбарымыздан, Алланың оған салауат сәлемдері болсын, келіп сұрады. Пайғамбарымыз, Алланың оған салауат сәлемдері болсын, оларға ертең келіңдер деді. Алайда Алланың хикметімен ертесіне ешқандай уақи түспеді. Әрі уақидың түспеуі осылайша 15 күнге дейін жалғасты. 16 күн болған кезде Алла тағаланың ұлық періштесі Жәбірейіл, Алланың оған сәлемі болсын, Кахф сүресімен түсті. Және осы сүренің 23-24 аяттарында Алла тағала Бисмиллахир-рахманир-рахим وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Яғни, ей Мұхаммед, бір істі істер болсаң, сөзсіз ертең істеймін деме. Егер Алла қаласа істеймін деп айт, деді. Демек, уақидың кешігуіндегі негізгі бір себеп пайғамбарымыздың Алланың оған салауат сәлемдері болсын, Алла қаласа деген сөзді қоспауында еді. Ал біздің бұл аяттардан алатын өнегеміз қандай да бір істі істер алдында Алла қаласа деген сөзді ұмытпауымыз. Біз қазір Алла қаласа сол тарихи өңгірдің ішіне кіріп, сүреде баяндалған қисса жайында толығырақ мәлімет беруге тырысамыз. Міне өңгірге кірдік, ал енді қиссаны баяндайтын болсақ, басынан бастап бұл қисса Мариям ұлы Иса пайғамбардың заманынан кейін Рим империясына қарасты бір қаладағы Аллаға иман келтірген жігіттер туралы айтылған. Сол жігіттер тұратын қаладағы қауым Аллаға серік қосып, түрлі қолдан жасалған мүсіндерге табынатын. Және Диқиянус есімді сол қаланың патшасы да Аллаға серік қосатын залым патшалардан еді. Сол адасқан қауымды жаратушының жалғыздығына шақырып жүрген әлгі жігіттердің хабары патшаға жетіп, оларды өзінің құзырына шақыртады. Әрі оларға егер діндерінен қайтпаған жағдайда бір күннен соң өлім жазасына кесетіндігін ескертеді. Алайда сол күні түнде бұл жігіттер Аллаға еркін құлшылық қылатын мекенді іздеп қаладан қашып шығады. Қаланың шыға берісіндегі жайлаудан бір ит оларға қосылып, түнімен жүріп, таңға жақын осы үңгірге жетіп, тынығып алуды ұйғарады. Алла тағала Құран кәрімде айтқандай, бұл жігіттердің саны 7, ал ілескен ит олардың 8-ші еді. Бір қызығы, Алланың құдіретімен сәл тынығып аламыз деп ойлаған жігіттер 309 жыл бойы ұзақ ұйқыға кетті. Аяттарда оларды көрсең ояу екен деп ойлайсың, әйтсе де олар ұйқыда еді. Және біз оларды денелерінің жерге тиіп тұрған жақтары шіріп кетпеу үшін оңға және солға аунатып тұрамыз. Және олардың иті екі аяғы көсілген күйі үңгірдің босағасында жатыр. Егер оларды көретін болсаң, қорқынышқа түсіп, бет бұрып қашқан болар едің, делінген. Осынша уақыт ұйықтағаннан кейін Алла тағала бір-бірінен қанша уақыт жатқандығын сұрасулары үшін оларды оятты. Сонда әлгі жігіттер өзара қанша ұйықтағандықтары жайында сұрасты. Біреулері бір күн, ал кейбіреуі жарты күн ұйықтадық деп ойлады. Алайда олардың ішіндегі біреуі қанша ұйықтағандықтарыңды Раббыларың жақсырақ біледі деді. Сөйтіп араларынан біреуін жасырын түрде қалаға жейтін нәрсе сатып әкелу үшін күміс ақшамен жібереді. Ол жігіт базарға келіп тағам сатып алғаннан кейін ақшасын бергенде сатушы таңырқап, бұл Диқиянустан қалған ақша ғой, бір жерден қазына тауып алдың ба деп сұрайды. Жігіт те таңырқап, ешқандай қазына тауып алғаным жоқ. Бұл менің елім пайдаланған қарапайым ақша деп жауап беріп, Диқиянусқа не болғанын сұрайды. Бұл арада жиналып қалған адамдар оның әлде қашан өліп кеткендігін айтып, жігітті қазіргі патшаның алдына алып барады. Бұл патша салихалы кісі еді. Жігіттен өзі және жолдастарының басынан өткен оқиғаларды естіген соң, әскерлері және қала тұрғындарымен осы үңгірдің аузына келеді. Іштегі жігіттер Диқиянус алып кетуге келді деп ойлап, Алла тағалаға өзінің құзырына алып кетуге дұға қылады. Патша және оның адамдары үңгірге кіріп, оларды ғибадаттың үстінде көреді. Және сол мезетте дұғалары қабыл болып, Раббыларының құзырына кетеді. Ал әлгі патша осы үңгірдің үстіне ғибадатхана салуға бұйырады. Осылайша бұлардың қиссасы осы күнге дейін мұғжиза болып қалды. Бағдарлама соңында осы қиссадан алынатын бірнеше ғибраттарға тоқталып өтетін болсақ, біріншіден Алла тағалаға иман келтіріп,
оған шынайы сенген адамның әрқашан Алланың қамқорлығында болатындығын білу. Екіншіден, түрлі тараптардан келетін сынақтарға сабыр қылып, Алланың дінінде бекем тұру. Үшіншіден, әрбір ісімізде Алла тағалаға шынайы тәуекел ету және оның жемісін жеу. Төртіншіден, осы дүниенің өзінде жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтаратын орта мен шынайы достарды таңдай білу. Бағдарламаның келесі санында жүздескенше Алланың амандығы болсын.